Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, ана тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз мәтін және сөйлем деген жаңа тарау бастаймыз. Бұл тарауда біз мәтіннің не екенін, сөйлемнің не екенін білетін боламыз. Мәтін құрастыруды, сөйлем соңына тиісті тыныс белгісін қоюды және жазуды үйренеміз. Мәтін деген балалар, өзара байланысқан сөйлемдер. Мәтіннің басы болады, яғни кіріспе бөлімі. Мәтіннің ортасы болады, негізгі бөлімі, және мәтіннің соңы болады, яғни қорытынды бөлімі. Жаңа біз айтқандай, мәтін өзара байланысқан сөйлемдерден құралады дедік. Сөйлемдер аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемдер үш түрлі болады балалар. Хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем және лепті сөйлем. Хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрақ белгісі қойылады. Ал лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Оқылым. Оқулығымыздың 55-ші бетіндегі бірінші жаттығуға назар аудар. Өлеңді мәнерлеп оқы. Мұғалім. Білім алған өзіңнен, дәрігер, ұшқыш, не ғалым. Саған ыстық сезіммен қарайды жұрт, мұғалім. Мен де өзіңнен әрдайым қамқорым деп ұғамын. Күліп атқан таңдайын жарқынсың сен, мұғалім. Нұрхан Жанаев. Өлең не туралы? Дұрыс, мұғалім туралы. Мұғалімнен кімдер білім алған балалар? Дұрыс айтасыңдар. Мұғалімнен білім алмайтын адам жоқ. Дәрігер болса да, ұшқыш, ғалым болса да, барлығы мұғалімнен білім алады екен. Екінші жаттығуға назар аудар. Бізде бірнеше сөйлем берілген. Алайда олардың орындары шатасып тұр. Осы сөйлемдердің орындарын ауыстырып, мәтінді құрап жаза ғой. Біз жаңа айтқанбыз, балалар, мәтіннің басы болады, ортасы және соңы болады, яғни қорытындысы болады. Ойланып, жұмыс дәптерімізге екінші жаттығуды мәтін құрап жазамыз. Сөйлемдерді оқып көрейік. Қоңырау соғылды. Балалар тапсырманы орындауға қызыға кірісті. Оқушылар мектепке келді. Сабақ басталды. Балалар, мәтіннің басы қандай бол? Балалар, мәтін неден басталады? Ойларыңды айта қойыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Оқушылар мектепке келді деп бастаймыз, Ары қарай сөйлемдердің ретін өзің орналастырып көр. Шыққан мәтінді жұмыс дәптеріміздің 38-ші бетіне жазамыз. Үшінші жаттығуға назар аудар. Мақалдарды жатқа айт. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы. Балалар, бұл мақалдардан не түсіндік? Егер де түсінбеген болсаң, ата-әжелеріңнің көмегімен мағынасын ұғынып, айтып көр. Күш білекте емес, білімде екенін есімізге сақтайық. Және білімді болсақ, ырыс, байлығымыз мол болатынын біле жүріңдер. Жазылым.
Жұмыс дәптеріміздің 38-ші бетін ашып, бірінші тапсырмада айыру белгісі мен разъезд сөзін көркем етіп жол сызықтарын сақтап, жолдың соңына дейін жазып шығамыз. Екінші жаттығу оқулығымыздың 55-ші бетіндегі мәтінді құрап жазамыз. Соңғы тапсырмада берілген сөздерді толықтырып, мамандық атауларын жазу қажет. Мысал үшін, дәрі десе, адамның кәсібін айтамыз, е? Дәрігер. Мамандық деген кәсібіміз, жұмысымыз. Домбыра десе кім болады? Дұрыс, домбырашы. Кітап. Я. Кітапханашы. Қобыз және ас сөздеріне өзің айтып көр. Шыққан мамандық атауларын жанындағы сызыққа жаза қой. Ана тілі сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерің болса, артқа айналдырып қайталап көре қой.